солтүстікке көш бағдарламасы бойынша Павлодар облысына 2017 жылдан бері 16.319 адам көшіп келген. Соның бір бөлігі қаладан 85 шақырым жердегі Успен ауданына қоныстанған. Солардың бірі Айнұр Оспан. Ол жолдасы Өмірбек Зәуренбекұлы екеуі 2021 жылы Алматы облысының Сарқан ауданынан қоныс аударған. Бұл отбасыны нағыз көшпенді деуге болады. Өйткені 2019 жылы Қытайдан атамекенге ат басын бұрған. Сол көшкеннен Павлодар облысына келіп тұрақтапты. Олардың 3 баласы бар. 2 баласы мектепте оқиды. Кішісі балабақшаға барады. Қазір аудан орталығында тұрып жатыр. Павлодарға көшкелі себебіміз біз көктем айында жаңалық көріп отырғанбыз Қазақстан арнасынан. Содан осы Павлодардың жаңалығын көріп қалдық. Жаңалығын көріп қалып, содан сразу сол жерден шешім қабылдадық. Біз бұл жерде бұлай болмайды екен. Енді ана жақтарда бізде енді малда ұстай алмадық қой. Мал ұстауда енді өте қиын болып кетті. Сондай болған кейін мына жақта кішкене мал ұстап, енді біраз дамушылық болады екен бұл жақта. Кішкене жақсы, жан-бағысқа болады. Соны көрдік та, сонымен бір нағашымыз болған. Сол нағашымызбен хабарласып, сонымен көшіп келдік. Көшіп 2021-дің соның ауылында тұрдық. Белесовка дейтін ауылда. Ол жерде 2024-ге дейін тұрдық. 2024-дің осы қыркүйек айында осы ауданға көшіп келдік. Айнұрдың отбасы мемлекеттен берілетін бір жолғы қолдау қаржыны алған. Соған үй алып, мал сатып алыпты. Азнаулақ түлікті бағып, жан баққан. Алғашқыда солтүстікке үйренісуде оңай болмағанын айтады. Өйткені орыс тілін білмейді. Сол себепті адамдармен тіл табысуда қиындық туындаған. Бұл кісілерден сөйлеген сөзді қазақша деп ойлайды. Бізге ол кісілердің сөзі қазақша емес, орысша болып сезіледі. Мысалы, бір жер қайда деп сұрасақ, бір жерді айта салады. Ол жерге барсақ, ол кісінің айтқан жерімен біздің сұраған жеріміз ұқсамай қалады. Ой, бұлар неге бүйтеді дейміз, таксиге отырамыз, таксиге отырса ол таксидер апарып тастаған жер біздің баратын адрестеріміз болмай қалады. Енді сондай жақтардан көп қиыншылықтар болды. Ал балаларда жаңа ортаға бірден үйреніп кете алмапты. Өйткені басқа жақтан келген баланы кеудесінен итеріп мектепке сыйдырмағандар да болған. Тіпті қандастар отбасын Қытай деп келеке ететін көрінеді. Сен Қытайсың деп балалар тиіскен күні болды. Балалардың енді мындай немене қалған күндері болды. Оған менің балам сөйтіп ұрып тастаған күндер болды ғой. Наоборот, мен арызданбай, ана Сарқан жақта бір кісі біздің балаларымыздың үстінен арызданған, бана қызымның үстінен. Бір Қытайдан келген қыз менің қызыма тиісіп қойды деп. Содан екеуін отырғызып қойып, беттестірдік. Қайсында мәселе? Не болды бұл? Мен ойымды ойладым, мен бала ғой, бала мен бала. Соғыс қанша, жай қойшы деймін. Десем, ана ата-ана барыпты, сөйтіп мектепке. Айналып келіп, кінә ана кісінің қызынан шыққан. Сен Қытайсың, әкең басына келдің ба, кет Қытайға деп мен қызыма тиіскен. Айнұр жақында ғана аудан орталығынан азық-түлік дүкенін ашқан. Ауылдағы бос тұрған ғимаратты жөндеп кәдеге жаратыпты. Жолдасы екеуі күні-түні осы дүкеннің айналасында жүреді. Біреуі сатушы, екіншісі тауар тасушы, пеш жағушы қызметін атқарады. Дүкен ашу үшін банктен қомақты көлемде несие де алған. Бірақ әкімдік тарапынан қолдау болмады деп отыр. Бизнес деген нәрсеге сенуге болмайды. Бір күн бар нәрсе, бір күн жоқ нәрсе. Енді қорқыныш бар. Сол үшін енді кейде ойлаймын, өкіметтен біраз қолдау да күтемін, шынын айтқанда. Кішкене енді осындай жұмыс жасаған кейін біраз болса да кішкене бізге қолдау көрсетсе, және аяққа біраз тұрып алсақ, енді бізде кішкене ел кісілерді жұмыспен қамтимыз ғой. Жұмыспен қамтып енді бір семья болсын, екі семья болсын, кішкене нан тауып жеуге, өшірге келген бір кісі болса дағы нан тауып жесе, мысалы бізге келіп істесе, біз ол кісілерге зарплат береміз деген сөз. Зарплат бергенген ол кісінің енді тұрмыс жағдайы жақсарады деген сөз. Онан кейін бұл жерден кімнің кеткісі келеді? Жұмыс болған кейін. Ешкімнің де кеткісі келмейді. Кейіпкеріміз алдағы уақытта кәсібін кеңейтуді қолға алмақ. Отағасы дүкен жанындағы бос ғимараттан асхана ашуды ойластырып қойған. Бірақ қаржы қол байлау болып тұр дейді. Ол үшін жеңілдетілген несие алуға өтініш берген. Алайда несие белгілі бір себептерге байланысты берілмепті. Былтыр осыны бастағандан кейін біздің өзіміздің қолымыздан келген нәрсенің бәрі осыған кетіп қалды. Онан кейін енді басқа жағдайды жасау керек болды. Жасау үшін енді қаражат керек қой. Соны мен әкімдіктен бастап мен жолдасым жүрді. Былтыр жаздан бастап жүрді. Осы жаңа жылға дейін жүрді. Документті тәуір жинады. Енді ол документті бәлкім әзір көретін болсаңыздар, нұрғын документ жинады. Бірақ жібереді 2,5%, бұл енді төмен пайыз болғаннан кейін біз енді мынандай жұмыстарға істегенімізге пайдасы бар ғой деп ойладық. Енді бұл
жүре дамитын нәрсе емес мұның бәрі. Дереу болып кетпейді бәрі. Сондық үшін енді анау пайызы төмен болғаннан кейін бұған енді біз тартынбай енді жүрді. Жүргенменен баяғы ол уақыт өтті. Жаңа жылға қарта айланып кеткенден кейін енді көтерілуге тура келді дедік дағы. Одан бас тарттық. Десе де отағасы күн жылына құрылыс жұмыстарын қолға аламыз деп отыр. Қолда бар қаржыға керек жарақ материал алуды ойластырып қойған. Өйткені күн жылынғанда құрылыс заттарының бағасы қымбаттап кететінін айтады. Өзгеріс қонар, ен толқынында жобасы.